Біз қазір археология залында тұрмыз. Сіздердің алдарыңызда осыдан 100 мың жыл бұрын өмір сүрген неандерталдықтардың үңгірлерінің үлгі пішімі. Дәл осындай үңгірлер, яғни ежелгі адамдар өмір сүрген үңгірлер облысымызға қарасты Қарқаралы ауданынан табылған болатын. Неандерталдықтар аласа бойлы, аңдардың терісінен киім тігіп киген және де тасты тасқа қашау арқылы от жағып өмір сүрген. Неандерталдықтардың балалары, анасы және де ата әжелері осындай үңгірлерде өмір сүрсе, әкелері тамақ, азық іздеу мақсатында жер-жерден қоныс аударып өмір сүрген. Үңгірдің жан-жақтарында петроглифтерді көруге болады. Петроглифтер ежелгі адамдардың өмір салтынан қазіргі археология ғылымдарына өте құнды ақпарат беретін тасқа жазылған суреттерді атаймыз. Келесі кезекте музей экспозициясында Чарльз Дарвиннің адамдар маймылдан пайда болды деп айтып кеткеніне бір үлгі көруге болады. Яғни бұл жерден шимпанзенің бас сүйегін, горилланың бас сүйегін, синантропитекантроп адамының бас сүйегін, кроманьон бас сүйегін және де қазіргі саналы адамның бас сүйегін көруге болады. Сонымен қатар шимпанзенің аяқты, қолдық бөлігін, ертедегі адамның құрал ұстап тұрған қолын көруге болады. Яғни бұл тек қана Чарльз Дарвиннің айтып кеткеніне бір үлгі. Келесі біздің витринада палеолит дәуірі баяндалған. Яғни палеолит дәуірінде адамдар тек қана тастан құралдар жасап, терімшілікпен, аңшылықпен айналысқан. Келесі дәуір бізде неолит дәуірі, өзі аты айтып тұрған неолит жаңа тас дәуірі. Бұл кездегі тастан жасалған құралдар дамый бастайды, микролиттер пайда бола бастайды. Осы микролиттерді алдарыңыздағы витринадан көрсеңіздер болады. Микролиттер дегеніміз 3x3, 4x3 күйіндегі ұсақ тастар, бұл тастардан әртүрлі еңбек құралдары жасалған. Яғни бұл неолит дәуірінің бір жаңалығы болса, келесі жаңалығы бізде садақ пен жебенің пайда болуы. Садақ пен жебені сол кезде адамдар тек қана аңшылыққа ғана пайдаланбаған, сонымен қатар бір-бірлеріне қарсы пайдаланған. Сол кезден табылған қорымдардан адамдардың денелері жебенің ұштары қадаулы күйінде табылған болатын. Келесі дәуір бізде қола дәуірі. Өзі аты айтып тұрғандай, барлық Евразия даласында қола өндіріп, еңбек құралдары қоладан жасалына бастағандықтан қола дәуірі деп атайды. Витринадан сол қола дәуірі кезіндегі әртүрлі еңбек құралдарын көре аласыздар. Қола дәуірінің негізгі ескерткіштері, мәдениеттері андроновтарға тән болғандықтан андроновтықтардың мәдениеті, андронов мәдениеті деп атайды. Және де алдымыздағы витринада осы андроновтардың тұрған үйлерінің үлгі пішімін көруге болады. Яғни ұзын ағаштардан тұрғызылып, үстіне тері жапқан, күннің суық кезіндегі үстіне жылы болу мақсатында күлді төккен болатын. Сонымен қатар біздің алдымызда қола дәуірінде өмір сүрген 17-18 жастарда қыз баланың жерлеу үлгісін көруге болады. Яғни қыз бала екенін біздің археологтарымыз қолындағы білезігінен білген. Яғни бұл жерде ер адам жерленген болса, жанында ат әбзелдері, атымен, еңбек құралдары, қару-жарақтарымен жерленген болса, қыз бала болғандықтан жанында ыдыс аяқтары. Яғни сол кездегі наным сенімдерге байланысты келесі өмірде осы ыдыс аяқтар керек болады деген оймен жерлеген екен. Сонымен қатар қыз баланың неге бүгулі жатыр деген ой келетін болса, яғни сол кездегі ананың құрсағында да бүгулі болады, және туылғанда да бүгулі болады деген оймен наным сенімдерге байланысты бүгіп жерлеген. Витринадан сіздер қола қармақтарды көре аласыздар. Яғни бұл дегеніміз сол кезде қола дәуірінен бастап адамдар балық шаруашылығымен айналысқандығын білдіреді. Сонымен қатар қола дәуіріндегі әйелдердің негізгі кәсіптерінің бірі әшекей бұйымдар жасау. Сол кездегі әшекей бұйымдар аңдардың азу тістерінен жасалған. Келесі дәуір бізде темір дәуір деп аталады. Аты айтып тұрғандай, өзі еңбек құралдары темірден жасалған. Темір дәуірінің басты негізгі жаңалықтарының бірі ат әбзелдерінің жасалуы. Яғни витринадан сіздер үзеңгі сияқты ат әбзелдерінің түрлерін көре аласыздар. Яғни осы кезде темір дәуірінде адамдар алғаш рет атқа қона бастаған, яғни салт атты адамдар тарих сахнасына шыққан кез осы темір дәуірі болып табылады. Келесі витринада ең алғашқы көшпелі тайпа түрік қағанаты туралы баяндалады. Яғни алдарыңызда тұрған витринада түрік қағанатының суық және жеңіл қаруланған әскерінің үлгісін көре аласыздар. Сонымен қатар түрік қағанаты кезіндегі алдаспан қылышы. Сонымен қатар 6-шы нөмірге назар аударсаңыздар, 6-шы нөмірде түрік қағанаты кезіндегі өзінің арнайы дыбысы бар жебе ұштарын көрсеңіздер болады. Яғни атылғанда ысқырып атылатын жебе ұштарын көрсеңіздер болады. Алдарыңызда тұрған бал-балтас бұрынғы кезде адамдар қайтыс болған кезде, ер адам қайтыс болса, ер адам бейнесіне, әйел адам қайтыс болса, әйел адам бейнесіне осындай тасты қойған екен.